Достар, үйдегі бар қарапайым заттардан шарлотка дайындаймыз. Ең алдымен осындай 3 дана алманы аласыздар да ашып турайсыздар, кейін осында көрсетілген заттар қажет. Ең алдымен сковородкаға алманы саласыздар да үстіне шекер салып, жақсылап жай отта араластырып пісіресіздер. Қыздар, менің осы видеом ұнайтын болса, лайк қойыңыздар, және менің осы YouTube арнам универсал асханаға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Себебі менің арнамда өте керемет жаңа рецепттер болады, және де бар міндетті түрде қарап көріп шығыңыздар. Дәл осылай алмалы қоспаны 10-15 минут қайнатқаннан кейін өшіріп қоясыздар да, енді бисквитіне кірісеміз. 4 дана жұмыртқаны үстіне шекер саласыздар да, жақсылап миксерлейтін боласыздар. Миксерлегенде аппақ әдемі көпіршік шыққанша тоқтамай миксерлейсіздер. 2-3 минуттарыңыз кетеді. Сосын 10 минут қопсытқышты ситадан өткізіп, дәл осы көрсетілгендей лопата немесе қасықпен бір бетке қарай ғана араластырасыздар. Оңды солды асты үстіне қарай араластыра беруге болмайды. Сіздің бисквитіңіз қалпын сақтамай немесе көтерілмей қалуы мүмкін. Дәл осы көрсетілгендей қоспа пайда болады. Енді осыны мен 20 сантиметрлік размерлі табамен пісірдім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша. Және де пергамент төсеп кетуді ұмытпаңыздар. Пергамент болмаған жағдайда сармай жақсаңыздар болады. Енді осылай қоспаны саласыздар да, үстіне алмалы қоспаны саласыздар. Мен осы жерде жасаған қателігім, алманы кейін қосып, мен піскенде шарлотканың ортасында ғана болды. Алмалар қыздар, сіздер басында табаға салмай атып, алманы бір қоспамен араластырып алсаңыздар, керемет барлық жерін деліктей алма алатын болады. Дәл осыны 170 градуста 20 минуттай пісірдім. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар. Жұмсақ прям алманың дәмі керемет шыққан. Дәл осылай жасайтын болсаңыздар, шарлотканы постоянно жасайтын боласыздар. Кейін осылай морковный пирог жасадым. Ол да үй жағдайында қарапайым заттардан қолданылады. Міндетті түрде менің каналыма кіріп, сол рецепттерді қарап шығып көріңіздер. Егер менің каналым ұнаса, осы универсал асханаға подписация бөлімін басып кетуге ұмытпаңыздар қыздар. Сіздерден кері байланыс күтетін боламын.